Маған бір есеп алып жіберіңдер. 950 мың сом болды. 950. Қазір. Аға, не ғой? Сәл ақша жетіңкіремей тұрып еді. Паспорт тастап кетсем, ертең қалған бір-екі күннен айлық түседі, құда қаласа. Содан бері паспорт тапып қалдым да. ID картаңызды кіруге қоймақшысыз ба? Онда бұл видеоны диққатпен тамаша етің. Паспорт ямаса ID картаны кіру сұхбатында тапсыру әпауи жағдай болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл нызамға қайшы есептеледі. Әкімшілік жауапкершілік хақындағы кодекстің 223 статьясы 3 бәндіне бола, паспорт ямаса ID картаны нызамсыз алып қойған яки кіруге қойған лауазымды шақсыларға базалық есептеу миқдарының 10 есесінен 15 есесіне шейін миқдарда жарима белгіленген. Демек бұл құжат тек қана сіздікі, ал оны кіру сұхбатында беру болса, құқи машқараларға алып келуі мүмкін.